Қайырлы кеш. Құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Айнұр ханым, қалайсыз? Гүлнұр, Назек, Жансая, привет, как дела? Қалай жағдайларыңыз? Керемет, ғажап халым. Өзіңіздің халыңыз қалай? Привет барлықтарыңызға. Даусым дұрыс естіліп тұр ма? Соны айтып жіберіңіздерші маған. Люблю вас, я тоже вас люблю. Әрқайсыларыңызды жақсы көремін, білсеңіздер ғой. Айнұр ханым, чо там? Так, мен даусым дұрыс естіліп тұр ма? Соны маған естіліп тұр, естілмей тұр деп жазып жіберсеңіздер. Сосын Айнұр ханым, не істедіңіздер? Машина алып шықтыңыздар ма? Қандай жаңалық бар? Қыбырлап тұр дейді. Қыбырлап деген қалай ол? Қайырлы түн, Зайгүл ханым, қалай сізге енді келді, қазір апата жіберем дейді. Супер. Естіліп тұр, ғыжылдап тұр дейді. Қалай ғыжылдап тұр екен, а? Қазір мен наушник тақып көрейінші, сосын барып көріңіздерші. Енді қалай енді? Енді айтып жеріңіздерші, кері байланыс. Қалай дауыс естіліп тұр? Негізі кешке қарай біраз болды мен эфирге кірмегелі. Кешке күн ысып кетеді да, бірінші этажда мен эфирге кіре алмаймын. Бірінші этажда бала шаға, там телевизор, сондай дауыстарда. Ал екінші этаж ыстық болып кетеді. Барлығымыз екінші этажда комнатада, негізі біздің комната спальня екінші этажда да, бірақ екінші этажда ыстық болғаннан кейін астында детскийда жатып жүргенбіз барлығымыз, жаңағы қыздар, бала шағамызбен. Вот, керемет деді, супер, классно, круто. Я в восторге от вас, я тоже в восторге от вас. Понедельник, вторник, супер күшті. Так, бүгін жалпы эфирге кірем деп планировать еткен жоқпын, просто кіріп кеттім, сондықтан сіздердің сұрақ жауаптарыңыз болады біріншіден, екіншіден бір тақырыпты алып, сол бойынша алып кетеміз. Эфирге құндылық деп қойдым. Жалпы барлық адам өзінің құнды екенін білмейді. Қазір барлығы бір нәрсені бастайды да, бір мотивациямен бастайды да, біреудің давай, немесе біреу мен де сол сияқты боламын деген мотивациямен бастайды да. Көпшілігін қарайтын болсам, бір істі бастайды, енді ғана бастап келе жатқан кезде бірінші қиындықтың өзінен тоқтатып қояды. Яғни бизнес болсын, инфобизнес болсын, жаңағы кәсіби товар сату болсын, бір услуга жасау болсын, неважно, жаңағы бір оқуды оқып, инстаграмны әдемілеп қояды да, ары қарай кетпейді. Вот. Поэтому сондықтан да неге ары қарай кетпейді, неге бір орында тоқтап қалады? Бірінші қиындықтан неге тоқтап қалады? Себебі ол адам өзіне сенбейді. Біреу сияқты боламын, тез оңай болып кетеді-ау деп ойлап бастадыңыздар да, бірақ бір точкаға келген кезде тоқтатып қойдыңыздар. Неге? Себебі өздеріңіздің құнды екендеріңізді білмейсіздер. Сіз алдын бір подругаңызды айтып едіңіз ғой дейді. Сая, қай подругамда не деп айтқан едім? Бір подругам үйдің жалғыз баласына тиген, сол бір не жасады, соны, все, түсіндім. Қазір айтып берем ол туралы да, хорошо? Жалпы адам өзінің құндылығын түсіну өте көп нәрсеге, көп біздің өміріміздегі болып жатқан ситуацияларға керемет әсерін тигізеді. Өзіңнің құндылығыңды түсінген кезде, жаңағы келіндер болсын, жаңағы подарка маған бермейді күйеуім, неге мені сыйламайды, неге мен адамды құрлы көрмейді, не туысқандарым деп жаңағыдай жүргендеріңіз болатын болса, себебі неге ондай болып жатыр? Демек, сіз өзіңіздің құндылығыңызды түсінбейсіз, өзіңіздің насколько құнды екеніңізді түсінбейсіз. И сіз
уверенностьті айналадағы адамдар береді деп ойлайсыз? Айналадағы адамдар мені мақтағанда ғана мен жақсы адаммын, атат мен жаман адаммын. Яғни утверждение іздеп жүресіз. Мен шынымен жақсымын ба, мен или жаманмын ба деп әрқайсының сөзіне, әрқайсының жаңағы одобрениесін күтіп жүресіз да. И когда сен өзіңнің құнды екеніңді түсінген кезде, бағанағы подругам деді, бір үйдің жалғыз баласына тиіп, бөлек шығып кеткен, просто ешкіммен ұрыспаған, ешкіммен қырылыспаған, просто өзінің құндылығымен проработала это все. И, пожалуйста, күйеуін жұмысын ауыстырып жүрген, просто одан кейін жаңағы Түркістанға ауыстырған, Түркістаннан кейін Астанаға ауыстырып жіберген. Не керек, ешкіммен ұрыспай, қырылыспай, просто ана өзінің ішіндегі өзіне деген негативті ойларын алып тастап, позитивті ойларын мен де лайықпын, жақсылыққа деген ойларды өзіне құя берген кезде өзінің қалауы орындалды. Так, давайте мен сіздерге мынадай нәрсе қояйын. Егер дәл қазір сізге бір волшебник келіп, алтын балық келіп, не знаю, бір какой-то бір супер способностьпен бір волшебник келіп, я, или волшебная палочкамен нетіп, сол жерге сізге айтатын болса, дәл қазір қандай үш проблемаңды шешкің келеді десе. Дәл қазір қандай ең басты үш проблемаңды шешкің келеді десе. Қандай проблеманы айтатын едіңіздер? Мысалға, ол жерде қарыздан құтылу деген емес, материалдық емес. Ол жерде мен айналадағы адамдардың сөзінен, например, туысқандарымның сөзінен зависимын, вот сол зависимостьтан құтылғым келеді деген болуы мүмкін, я. Немесе өзімнің жаңағы қандай жақсы қасиеттерім, қаншалықты мен өзімнің құнды екенімді түсінгім келеді деген нәрсе болуы мүмкін, я. Немесе өзімнің қандай способностьтарым бар екенін білгім келеді, я, қандай бір нәтижеге жете аладым ма, жете алмайды ма, немесе минустарымды плюсқа айналдырғым келеді деген сияқты. Қандай үш өзіңізде дәл қазір туындап жатқан проблемаңызды шешкіңіз келетін еді. Немесе стабильность, я, мысалға мен андай күнде жасаймын деймін да, өзіме уәде берем да, и жасай алмай қалам деген сияқты, я. Күнде өзіме уәде берем, и соны жасай алмай қалам деген сияқты. Қандай өзіңіздің басты үш проблемаңызды шешкіңіз келетін еді? Давайте кері байланыс. Қазір білесіздер, я, мен жаңа бір продукт жасап жатырмын. Пока өзім қандай продукт болатынын білмеймін. Бірақ шет жағасын шығарып, жаңағы сіздердің запростарыңызбен бойы жасап, кішкене ойланып жүрмін. Так, менде сол күнде жасаймын деймін де, жасай алмай қалатыным дейді. Окей, дальше. Біреу, я, мен міне енді бастаймын, немесе кітап оқимын дейсіздер да, әдет қалыптастыру немесе, я, қандай өзіңіздегі бір ішкі қандай проблемаңызды шешкіңіз келеді. Қарыздан құтылу, ақша табу, машина алу, квартира алу емес. Я, ол машина алу, квартира алу, қарыздан құтылу қалай келеді? Именно әдет қалыптастыру, өзіңнің самооценкаңмен жұмыс, өзіңнің құндылығыңды түсіну, я, барлық нәрсе осы нәрсеге алып келеді. Ерте тұру дейді. Ерте тұру проблема, например, я. Тағы қандай? Менде де сондай. Менде де сондай емес, менде де, например, ерте тұрумен проблема деп жазыңыз, айтыңыз, қай жерге барсаңыз да. Менде де, я, менде де сол ғой деп емес,
өзіңіздің де өмірде бар екеніңізді ұмытып кетпеңіз да. Біреу бір нәрсе десе, соған жаңағы тост айтса да, тойда соған қосылам деп емес, қайталасаң да өзіңнің бір мнениеңмен, өзіңнің бір қолтаңбамен айтып шыққан дұрыс болады. Сосын деп жүре берем, миыма нагрузка болып, миым ашиды. Вот. Соның барлығы жиналып, жасаймын деп жасалмаған әрекеттердің барлығы не болады? Энергияңызды сливать етеді. Энергиямды үнемдеп, энергиямды дұрыс жұмсап үйренгім келеді деген сияқты қандай проблемаларыңызды шешкілеріңіз келеді. Например, күйеуім мені сыйлаған қалаймын деген тоже жатады. Күйеуім маған подарка берген, немесе внимание берген қалаймын, немесе оның бір дамыған қалаймын, немесе өзімнің границамды қорғап үйренгім келеді деген сияқты. Қандай проблема бар? Сіздің проработкаңыз арқылы менің табысым көтерілді, Алла разы болсын деді. С этого момента можно ли поподробнее? Мирманова Ажар. Табысыңыз, аточкаңыз қанша еді? Қазір қанша болды? Қаншалықты көтерілді деген сияқты. Көп шаршай берем дейді. Так. Инстаграм. Давайте, Кира, обратная связь. Тиктокқа кіріп кетем атауы деп. Так, айтпақшы, Шымкент қаласындағылар четверг күні 31 тамыз күні бізде бизнес завтрак болады. 300 мыңнан 600 мыңға дейін дейді. Тәжібаева күнде айта бердім дейді. Супер. Как волшебная палочка, айтыңызшы, проработка деген. Просто жасасаң щелчком. Вот так вот. Көп шаршай берем дейді. Тәжібаева Гүлнұр. Тәжібаева, негізі менің өзімнің девичья фамилиям Тәжібаева ғой. Мен өзімнің қыз кезіндегі фамилиям Тәжібаева. Амантай қазір мен Амантай деген менің күйеуімнің фамилиясы. Так что. Гүлнұр ханым, көп шаршай берсеңіз, демек сіздің орындалмай, орындауға ерініп жүрген әрекеттеріңіз өте көп. Аны істейм, мені істейм, істеу керек еді, жасау керек еді деп өзіңіз откладывать етіп, одан бір құндылық көрмей жүрген әрекеттеріңіз өте көп. Яғни энергияңыз сіз бір жаққа сливать етіп жатырсыз. Просто так бекерден бекер шаршай бермейді адам. Ұйықтап жатқысы келетін, жата бергісі келетін адам ол энергиясын бір жаққа жіберіп жатыр деген сөз. Естественно, ақша келмей жатыр, я. Энергияңыз сіздің бір жаққа кетіп жатқаннан кейін, естественно, сізде ақша келмейді. Ал ақша келмеген кезде ол, естественно, энергия болмайды. То есть, лишний раз қимылдағың келмейді, ал ана ақша келді неған кезде көзін жайнап, бір жаңағыдай шаршап тұрсаң да бәрін тындырып сөйтіп кетесің ғой. Тура сол жағдай болып тұр, Гүлнұр ханым, сізде. Инстаграм.
Так, короче, мен шықтым эфирден. Тиктокқа кірем. Кіресіздер, шығып кетесіздер, кіресіздер, шығып кетесіздер. Қарыздан табысқа көрсіңіз, мощный сатып алғандар, алыңыздаршы бір ақпарат, біраз ақпарат техника, в общем, жалғасын, в общем, алғасын жасаңыздар, супер дедім. Негізі бұл курста бар ғой. Алғанда арманда, алмағанда арманда ғой. До конца өттіңіз ба? Прям супер курс қой ол деген. Ақша потогына біріншіден бастап 11-ші техника дейді. Супер. Вообще әр ол курсты прям уникальный етіп жасаған ғой. Мен уникальный етіп, дәл ондай курс жоқ қой, жоқ. Прям по полочкам, бірінші уровеньнен бастап 9-шы уровеньге дейін, жеңілден бастап духовный жаңағыдай қиын тақырыптар, терең тақырыптар болса да өте жеңіл түрде түсіндірілген. Кстати, мен бетіме өзім прям күшті болып келе жатқан сияқтымын. Сіздер байқап жатырсыздар ма, байқамай жатырсыздар ма? Осы бір 5-6 күн болды коллаген ішіп бастағаныма. 5-6 күн де болған жоқ. Понедельник бастадым ба, вторник бастадым ба. Представляете, кәдімгідей уже бетін деп өзіме ощущать етіп жатырмын. Кәдімгідей. Коллаген голд деген коллаген. Сұрап жатыр кейсер, айтпашы, қандай коллаген ішіп жатырсың деп. Коллаген голд деген коллаген. Турецкий 4,5 теңге тұрады, сондағысы таблетка, 30 таблетка бар ішінде. Күнде азанда бір таблеткадан жейді екенсің. Потому что мен алдында дәл осы жерде, дәл осы фонмен отырған кезде басқаша болатын тұғын. 4,000, қанша? 4,500 ба, 4,400 ба, сондай бір теңе. Каспийден ала салдым. Каспийде коллаген деп жазсаңыз, шығады сол жерде. Прям супер коллаген екен, енді коллаген энергияға әсер етеді. Вот именно 25 жасқа дейін негізі адам жаңағы организмде коллаген болады екен, да? 25 жастан кейін уже коллагеннің жаңағы вырабатываться етілуі 10 есеге төмендеп кетеді екен. Ал 35 жастан кейін мүлдем коллаген организмде жаңағыдай не вырабатывается, оказывается. Сондықтан 25 жастан кейін коллагенді күнде өмірдің соңына дейін прям күнде ішу керек екен, оказывается. Мен де ішіп жүрмін, менде эффект жоқ, 15 күн болды ішкеніме дейді. Қандай коллаген ішіп жатырсыз? Коллагеннің ішінде коллагеннің 3 түрлі ма типі бар екен. Бетін свежий болып тұрды. Да, 3 түрлі типі бар екен. Біреуі тырнаққа, шашқа, біреуі кожаға, біреуі жаңағы суставтарға. Менің алған коллагенім и суставқа, и кожаға, и тырнаққа болып тұрды, короче. Ол жерде коллаген сіңу үшін, просто коллагенді ше беретін болсаң, ол сіңбейді екен. Ал коллаген сіңу үшін С витаминімен қосып ішесің и таңертең натощак ішесің. Яғни таңертең аш қарынға міндетті түрде ішу керек. Тамақтың алдында 30 минут бұрын. Сол кезде ағзаға сіңеді екен. Оны дұрыс ішсең. Дұрыс ішпесең, просто деньги на ветер. Мен мынандай составпен алдым. Жаңағы коллаген плюс витамин С. Витамин С-ді отдельно ішкен жоқпын. Витамин С қосылған жаңағы коллаген ішінде плюс гиалуроновая кислота. Осы 3 состав екен ғой, самый важный. Яғни коллаген сіңу үшін витамин С мен гиалуроновая кислота қосымша міндетті түрде болу керек екен. Немесе отдельно ішесің, немесе сол витамин ішінде бар екен. Сосын сетевой компанияларды көрдім. Бірақ сетевой компания басқа көбінесе жаңағыдай
порошок түрінде болады екен да, суға араластырып ішіп ше. Мен оны су құйып жаңағыдай араластырып тұратын адам емеспін да. Негізі мен жалқаумын ғой, страшный бар ғой. Сөйтіп таблеткасы или несі жаңағы капсуласы ыңғайлы болып, маған таблеткасы күнде бір-ақ рет екен. А капсула ішсең таңертең и кешке 2 рет ішу керек екен. Капсула болғандықтан мен бір-ақ рет ішетін, жаңағы таблетка болғандықтан бір-ақ рет ішетіндігін ала салдым. Таңертең бір рет ішемін, болды сонымен. Ал сетевой компания, мен сетевой компания ашқам ғой өзім. Сетевой компания ашқам. Батты қалай производство жасайтынын білем, оның себестоимості қалай, қанша екенін білем, қанша командаға жаңағы маркетингке кетеді, оны білем да. Сондықтан ол жердегі сетевой компаниялардағы продукттың себестоимості өз продуктысынан 10% қой ары кеткенде. Себебі уже мысалға сен 40 000 теңгеге витамин сатып алатын болсаң, оның себестоимості бір 4 000 – 5 000 теңге да ары кетсе. Одан артық болмайды. Производствосы, себестоимості одан артық болмайды. Себебі одан артық болып кетсе маркетингке беретіні бар да. Сондықтан біраз компанияларды көрдім, маркетингке кетіп жатқан барлығын есептедім. Былайымша қарағанда просто мынау мен алған коллагеннің рекламасы жоқ та, рекламасы онша емес, еш жерде особо бір рекламасы жоқ. Анандай діни дүкендерде сатылатын коллаген бар. Сондай коллаген обычный кәдімгі просто бір накруткасы жоқ та. Элементарно альхадая, я альхадая жаңағы не еді, қара зере. Неде мұсылман дүкендерінде сататын жаңағы капсуладағы қара зере, тот же қара зере да, в принципе. Ну там бір технология, бір-екі нәрсесі бар шығар, но в принципе это одно и то же. То есть там неге ол жақта бағасы қымбатырақ альхадаяның, себебі ол жақта жаңағы продавецтерге беретіні бар, рекламаға беретін бар, оның барлығын шығару керек қой. Вот сол үшін. А так просто коллаген голд деген. Альхадая мен іштім, негізі альхадаяны именно алып, бірақ білмеймін, байқамадым, мынандай арқамда нелер көп болып кетті, мынандай прыщиктер ешқашан маған не бетіме, не арқама, біреулердің арқасында болып жатады, бетінде болып жатады. Менде даже переходной возрастта прыщик ондай еш нәрсе шықпаған ғой. Даже бір-екі жеріме иногда бір айында, жылында бір рет, 1-2 штук шығатын, а так менде мүлдем ондай нәрсе шықпаған. Единағы альхадая ішкен кезде арқамда прыщик толып кетті, сосын қоя салдым, сосын ішпей қойдым. Негізі дальше іше бер деп айтады, бірақ мен что-то ішпедім деп мына жерде лекция оқып кеткен ба. Мен по профессии негізі ветеринармын ғой. Так, мына жерде отырғандар, қыздар, ақша потогын ашатын 1000 теңгелік практиканы алдыңыздар ма? Алмаған болсаңыздар, алыңыздар міндетті түрде. Практика алғым келеді деп дайректке жазыңыздар. Дайректте реквизит жіберіледі, или сториста тұр, бүкіл ақпарат сториста тұр. Практика алғым келеді деңіздер, сол жерде реквизит тұр, барлығы тұр. Обязательно алыңыздар. Ішіп жатқан витаминдерді көрсетіңізші дейді. Қызық екен ғой, сіздерге витаминдер. Мен особо витаминдер ішіп жатқан жоқпын, негізі сол коллаген ғана ішіп жатырмын. Оның алдында сол бір альхадай алып ішкен болып ішкенім бар. Омега-3 мен бірге. Сосын осы ненің алдында мен ана неге бардым ғой? Тісімді емдетуге бардым ғой, сол жерде кальций іштім, сосын D3 іштім. D3 да негізі күшті. Негізі әйел организмге 6 витамин постоянно ішу керек деп айтылады негізінде. Біріншісі обязательно коллаген, міндетті түрде коллаген. Екіншісі омега-3, обязательно прям омега-3. Жаңағы рыбий жир дейді ғой. Одан кейін
пребиотик, асқазан, жаңағы ішек жолдардың барлығына, кишечник, ішек жолдары, кишечникті екінші ми деп айтады. Так, үшеу айттым ба? Төртіншісі қандай еді? D3 обязательно ішу керек деп айтады. Сосын тағы бір 2 витамин бар, который обязательно әйел организмі ішу керек дейтін. Күнде ішем деп айта аламын, бірақ коллагенді бастадым. Коллаген не үшін бастадым десеңіздерші, мен Қасымды ламинацияға бардым ғой өткенде. Сол жердегі қыз айтты, сол жерде мен өзім айттым да, мен что-то Қасым сиреп жатыр деп. Ламинациядан по-любому Қасың сирейді негізінде. Жасатпайтын десең тағы болмайды. Бұрын тырнақ жасататын едім, не тырнақ жасатпаймын, наращивание жасататын едім кірпікке, не оны жасатпаймын, хотя бы ламинация жасатайыншы деп. Сөйтіп айтты да, коллаген жесеңізші деді. Менде бір клиенткам қасы вообще по натуре оныкі жұқа еді. 2 айдан кейін осы келді, 2-3 күн алдын осыдан келді, қасы прям қалындап кетті дейді. Ойбай, не істепті ол десем, коллаген ішіпті дейді. Сонымен ойбай кіріскенсің ғой, сол күні коллаген деген не екенін білмеймін ғой мен. Коллаген деген не, анау-мынау, короче, бүкіл TikTok, жаңағы Instagram, Google бәрін оқып шыққансың ғой. Сөйтіп, жаттағансың ғой, так, өйту керек деп, сразу изучать етіп, сразу кірісіп кете саламын ғой мен. Сөйтіп, сразу Каспийден, ана жақта 40 000, ана жақта бірдеңе, и анау-мынау, короче, анан заказ берсең бір аптадан кейін келеді, 10 күннен кейін келеді дейді. 10 күннен кейін мен ұмытып та кетемін, желанием кетіп, короче дедім да, Каспийден ертең келетін біреуін заказ бердім, бастап кеткенсің ғой уже. Беріп жатқан практикалар от дейді. Жындар менің бәрі, сіздер отсыздар ғой, прям соны жасап жатқан сіздер отсыздар ғой. Осы общий бәрін программаны жұлып тастайтын техника бар ма дейді. Кім қуып баратыр? Гүлнұр еді, кім қуып баратыр? Жаным, кім қуып баратыр? Неғып үстіп асығасындар, неге үстіп бірден бәрін бұла салғыларың келеді, Бірден жұлып тастайтын техника, жоқ. Постепенно. Өмірің соңына дейін бітпейді ол. До конца. Просто сен ішің толып қалған бәрі толады. Базовый нәрселер хотя бы түсіру керек та, іштегін жылу керек та. Хотя бы базовый нәрселерді ше. Базовый нәрселер біткеннен кейін еще глубже копаешь, и ол нәрсе бітпейді, и это нормально, это таки должно быть. Өмірінің соңына дейін бітпейді. А это что значит? Өмірінің соңына дейін өз-өзіңмен күресетін болсаң, всегда новый уровеньге шығып отырасың. Жалпы бизнесті адам просто ақша табу үшін ғана емес, просто на самом деле өзінің энергетически жоғары отыру үшін жасау керек та. Постоянно жұмыс, жаңағы бизнес жасап отыратын болсаң, постоянно бір жаңағы ростқа кететін болсаң, сенде всегда энергетически сен таза болып отырасың. Бір күн жұмыс істеме. Вокалдан сізге күшті әсер болды ма дейді. Ой, вокал деген күшті нәрсе ғой. Бүгін падашам әңгіме болып жатыр, енді шығып қазір TikTokқа кірем деген енді сіздер сұрақ қойып жатырсыздар ғой. Сұрақ қоя беріңіздер. Сұрақ қоймай қойсаңыздар, шығып кетемін да, сөйтіп TikTokқа кіріп аламын. TikTokта адам көп отырады, ұйықтың сұрағы бітпейді. Так, вокалдан сізге күшті әсер болды ма дейді. Вокал деген негізі кайф нәрсе ғой. Любой әйел адам вокалға бару керек. Мынандай нәрсе да, ол вокалға барып, сен бір жерге барып өлең айтып кет деген сөз емес. Ол жердегі смысл, сен действительно вокалда сен қатты прям анандай, мынау бізде диафрагма деген нәрсе бар да, жерде ше. Когет, жаңағы когет па, қандай еді, мынау бір ет бар, мынау біз асқазаннан жоғары тұратын диафрагма деген, тура мынау қабырғаның астында диафрагма деген ет бар да. Сол жерде мынау не бар ғой, мынау бір нәрсе дейінші, мынау
бір нәрсе қашып кеткің келіп тұрған кезде, жаңағы өзіңе бір больно тиіп жатқан кезде, мына жерің ауырып кетеді ғой, ашып кететін жер бар ғой, вот сол жер диафрагмада. Примерно сол жер, короче, диафрагма. Сол диафрагмадағы көп зажимдар бар ғой, зажим ұстап қалған, қорқып қалған, мынандай бүйтіп әлемге ашыла алмау деген нәрсе, вот сол нәрсе вокалдан кетеді. Себебі ол жерде сен диафрагмамен сөйлей бастайсың да. Қазір мен, например, диафрагмамен сөйлеп отырмын. Жоқ, қазір диафрагмамен сөйлеп жатқан жоқпын, енді қазір сөйлеймін, қазір байқаңыздар. Қазір мен диафрагмамен, енді диафрагмамен сөйлеп жатырмын. Дәл қазір мен диафрагмамен сөйлеп жатырмын. Осы диафрагмамен сөйлей үйренген кезде сіздің дауысыңыз жарқын шығады, және де ішіндегі анша-мұнша блоктарды шығарады. Анша-мұнша қалып кеткен зажимдарды шығарады. Бітіп, әлемге недоверие деген нәрсе кетеді. Әлемге тығылып қалу деген нәрсе осы вокалдан кетеді. Себебі ол жерде диафрагманы кәдімгідей мышцы ғой, ол качать етесің, кәдімгідей качать етесің, ішіңдегіні полный шығарасың жаңағыдайша. Сен қазір біз тамақпен сөйлейміз ғой көбінесе, ол жерде тамақпен сөйлемейсің. Разница бар ма бағанағы сөйлеп отырған мен қазіргі сөйлеп отырғанның? Осылай айтқан кезде сенің ішкі жан дүниеңнен шығады да, диафрагмамен сөйлеген кезде сенің даусың, сенің ішіңдегі анша-мұнша блоктың барлығы диафрагмамен сөйлеген кезде мынау ішкі жан дүниеңнен шығып кетеді. Ал егер былай отырып сөйлеген кезде, ол тамақпен сөйлеп отырасың, одан бетер сенде мынандай зажимның үстіне зажим, тіреліп тұр, мына жерімде тамағымда тіреліп тұр, айта алмайым, бірдеңе, шірдеңе деген жаңағы көп телесный блоктар бар ғой бізде. Бізде 3 уровеньде тело, разум, душа, разум, тело 3 уровеньде бар да блоктар. Именно қазір мен қалай сөйлеп отырмын, тамақпен сөйлеп отырмын, бұл жерде уже менде өзімде бар блокқа еще плюсом мен блок қойып отырмын тамақпен сөйлеген кезде. Сол үшін диафрагмамен сөйлеп үйрену керек. Дәл осылай диафрагмамен сөйлеп үйрену керек. Мен де жалқаумын, бүкіл блок дейді. Жалқаулық барлық адамда бар. Жалқаулықтың ең бірінші себебі жалқаулық деген нәрсе жоқ негізі. Негізі жалқаулық деген нәрсе жоқ. Жалқаулықтың себебі сізде мақсат жоқ. Сіз өзіңізге не қалайтынын білмейсіз, не үшін сіз тұрып әрекет жасау керек екеніңіз, не үшін сіз тұрып кітап оқу керек екеніңіз, не үшін сіз тұрып үйді жинау керек екеніңіз, не үшін сіз тұрып проработка жасау керексіз, медитация жасау керексіз, эфир көру керексіз, білім алу керексіз. Соған деген сізде нақты мақсат жоқ, цель жоқ. Өзіңізді зажигающий, өзіңізді зажигать ететіндей цель жоқ. Сондықтан да сіз мен жалқау, яғни жалқаумын, ешнәрсе жасағым келмейді деген нәрсе осы жерден шығады. Яғни сіздегі мақсаттың жоқтығынан. Сіз нақты өзіңізге мақсат болған кезде, сол жерде уже сізде жалқаулық кетеді. Ал мақсатты қалай анықтаймыз? Мақсат бізде үлкен мақсат қойып қойғандықтан өте көп проблема болып жатады. Бірден үлкен мақсат қоя салғандықтан. Яғни өзіңіздің шамаңыздағы зажигающий бір цель табу керек. Сол кезде сізге не помеха будет, жалқаулық, не жалқаулық. Элементарно былай қарап тұрсаңыз, қарыз келіп сізге тіреп тұрған кезде сіз жалқаумын, мен қойшы жасайым, қоя салайыншы деп жатпайсың ғой. 1-2 күннің ішінде қарыз келіп тіреліп тұрған кезде әйтеуір әрекеттен әрекет тоқтамай ақша тауып кетесің да. Көп жаңағыдай қарызда жүргендердің жасайтыны осы. Потому что ол жерде зажигающий цель пайда болды, бірақ негативке байланысты. Яғни негативный, ол минус. Қарызға бола жұмыс жасайсың, еңбектенесің, қарызды төлейсің, ол минусқа кетеді, өзіне в кайф емес. Менің қазақша кітап оқып жатқаным
байқалып жатыр ма деп. Так, бірден бәрінен құтыла салғым келеді, бірден результатқа жете салғым келеді, бірден миллион теңге таба салғым келеді деген нәрсе не работает, жандарым. Ақша блоктарына проработка, яғни ақша потогын ашатын практиканы алмағандар аламыз міндетті түрде. Міндетті түрде аламыз. Әрбір қазақта болу керек, міндетті түрде, міндетті шарт түрінде болу керек практика бұл. Және де, кстати, осы практиканы алып қойғандар, сіздер де басқа адамдармен ол практиканы бөлісе аласыздар. Бірақ оны да ақшаға сатыңыздар. Тегін беруге болмайды. Тегін беруге мүлдем болмайды. Қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Психологиялық дейді. Психологиялық базовый кітаптарды оққансыз ба, сізге сұрақ? Біріншіден, тупо психологиялықты оқи беруге болмайды. Негізі бірінші базовый кітаптарды оқу керек. Бірақ психологиялық болса, мына кітапты рекомендация беретін едім. «Хочу и буду». Михаил Лобковский «Хочу и буду» деген кітап. Так оны оқымай тұрып, элементарное подсознание может все. Думай богатей, квадрант денежного потока, богатый папа, бедный папа, самый богатый человек в Вавилоне деген сияқты кітаптарды оқыңыз. Бірінші must have. Ол кітаптарды оқымай, басқа кітаптарды оқудың қажет жоқ. В кайф жұмыс істеу үшін қарыздан құтылу керек. Құтылу деп емес, қалай мақсат қоюымыз керек дейді. В кайф жұмыс жасау үшін сіз табысыңызды 50-50 бөлесіз. Қазақша кітап керек еді дейді. Мен сізге Тайыр Нұғманның «Сату ұят емес» деген кітабын ұсынатын едім. Сіздің бизнесіңізға өте must have кітап. Одан кейін барып психологияны зерттеңіз. В кайф жұмыс істеу үшін. Қарызсыз болудың өзінен бір кайф ала алмайтын болсаң, қарыздан құтылғаннан кейін барып буду кайфовать деген нәрсе не работает. Қарыз болып, сол қарыздың өзіне кайф ала алмайтын болсаң, хорошо, что менде қарыз, хорошо, что мен ақшамен сынап тұр, қарызбен сынап тұр. Чем жаңағыдай қарыз емес, аурумен, баламның ауруымен, өзімнің ауруымен, денсаулықпен сынамай жатыр, қарызбен сынап жатыр дегенге шүкіршілік етіп, соның өзіне кайфнай демейтін болсаңыз, ақша тауып, машина алып, квартира алып, шалқып жүргеннен сіз кайф ала алмайсыз. Қарыздың плюсын қабылдау керек дейді. Курс алғандармен, мендегі Money Mind курсын алғандармен алмағандардың разницасы бар. Мына жерде Money Mind курсты алғандар уже мүлдем басқаша сұрақтар қояды. Басқаша рекомендациялар сұрайды. Намного планкалары жоғары. Ал курс алмағандар базовый әлі жабылмаған сұрақтар. Ата қарызды жабу үшін бүкіл тапқан таянғаныңды қарызға бере салу ол дұрыс нәрсе емес. Сондықтан қарыз тапқан табысыңның 50%-ын қарызға, 50%-ын өзіңнің қалауыңа жұмсап отырған жөн. Ал қарыз біткеннен соң 50% сенің күнделікті
ішіп жемің, расходтарың, иә, күнделікті просто жүріп тұрысың 100%-дан, иә, ал 20% сенің целің, үлкен бір целіңа откладывание денег, ал 30% сенің хоббиің, развлечениең, вот сондай нәрселерге жұмсау керек. Сосын бір күшті кино сіздерге рекомендация жасайыншы. Херем Сұлтанды көргендер бар ма? Көрмегендер болса, міндетті түрде көріңіздер. Мен Великолепный векті Сұлтан Сулейманның киносын 4-ші рет, сериалын 4-ші рет қайталап көріп жатырмын қазір. Өте беретін ақпарат көп. Қарыздың қиналмай рахмет айтып төлеу керек дедік. Да. Потому что оның да бір кезінде бір көмегі болды, соның арқасында көп сабақ болды, соның арқасында да өте көп плюстар болды ғой. Біз оны байқамаймыз, қарыз оңбаған, как будто бы қарызды сені біреу заставить етіп барып алған сияқты, государствоны винить етеміз ғой. Біз до того өзіміздің ішіміздегі болды, өзіміздің жасаған қателікті адамдар мойындағысы келмегені соншалықты. Не в тему осы мен қарызбын, менің кредитім бар, неге кредитті жауап бермейсіңдер деп государствоға претензия предъявить ететіндерге ризамын ғой ше. Это настолько должно быть. Человек очень даже не ценящий өзін, қаншалықты өзін жек көретін адам болу керек, что сен өзіңнің жасаған әрекетің үшін, өзіңнің жасаған косягың үшін біреуден спрос, не в тему государстводан Тоқаев кет, Назарбаев кет деп ше. Олар саған бір как будто заставить етіп пышақ тағып тұрып кредит алдырған сияқты ше. И былай қарап тұрсақ, еще самое интересное, сол кредит алған адамдар бар ғой. Не үшін алдың кредитті десең, бір ауырып қалып алдың ба, бір айлығың жетпей, тамағың жетпей, қиналып алдың ба десең ше. Шынымен анализ жасайтын болсаң, не үшін алдың кредит, қанша миллион кредитің бар, бәрін жазшы, не үшін алдың десең ше. Ретке киім алған, тойға барам деп, біреуге көмектескіш болған, кредитке машина алған, сондай да. Бір реально бір күнін көре алмай кредит алған адам емес ана жерде. Болмайтын бір нәрселерді алып алған, бизнес бастаймын деген. Кстати, бүгін мен біраз көңілім босады ғой. Лазер Самал деген цех аштық қой біз. Сол цехта, сол бизнесті, вообще готов бизнесті саттық бүгін. Басқа бизнес ашайын деп жатыр күйеуім. Без моего участия абсолютно. Бірақ қимайды екенсің. Анау станокты алып кетіп бара жатырда бағана. Бір жылап алдым ғой. Тиындап, түнмен ұйықтамай, күнмен ұйықтамай, оқып, тоқып, шоқып жүріп, тапқан ақшамыз, тапқан жаңағы станокқа. Қаншама ответственность. Еще ол станокты алғаннан кейін түнімен аяғым ауыр, 7 айлық. Сол кезде түнімен ана мата кесіп, қиналып, жаңағы тиындап бастаған кезде. Шүкір, бірақ не үшін саттық, ол бизнес жүрмей жатқаннан емес, ол жерде біз уже потолок жасадық ол бизнестен да, того білесіздер ма. Осыдан сол бизнесті біз ашпай жатып, біздің конкуренттеріміз 4-5-6 жыл болған уже ол бизнестің Қазақстанға жаңағы келіп мықты болып тұрған 4-5-6 жылда жасаған обороттарын біз
бір жылда жасап тастадық қой. Бір жылға жетпей ол обороттың барлығын жасап тастадық. Ол 4-5 жылда жасаған обороттарын жаңағыдай үлкен біздікі 90-да 130-да ол станогымыз. Ал конкуренттерімізде 4-5-6 станоктан үлкен 4-5 станоктан бар да. Сол жаңағы 4-5 станокпен отырып 5-6 жылда жеткен жаңағы оборотына жеткен жетістігіне, прибыльна біз бір жыл болмай жеттік қой, жасап тастадық ол потолокты. Қазір до того потолок жасап тастадық та ол бизнеста. Уже дальше некуда, надо расти. Сжигайте мосты дейді ғой, я, сжигайте мосты деген нәрсе. Мост, представьте, вот міне мост. Адам бетіп мостқа бетіп жаңағы аяқ баста. И артын жағып тастау керек та. Сол кезде сен артқа қарамайсың, артқа қайтар жол жоқ, тек алға кетесің, я. Жаңағыдай мост уже бетіп кетеді. Ал егер мосттың артын жаңағыдай жақпай бетіп кететін болса, может, сәл жүргеннен кейін қорқасың, артқа қарай кетіп қаласың, сәл жүргеннен кейін қорқасың, артқа қарай кетіп қаласың. Сондықтан ол бизнесті саттық. Себебі жаңа бір бизнес бастап жатырмық. Егер ол бизнесқа полный фокус қойып, одан үлкен нәтижеге жетем десең, мынаны жаңағыдай полный фокусқа қою керек. Ал мынаған если что, сосын қайта салам, сосын үйте салам, бүйте салам деген нәрсе болмау керек. Сондықтан сондай ниетпен саттық. Берекесін берсін дейді. Рахмет, не білма дейді. Ана жет ата, шежіре дегендер бар еді ғой, андай ағаштан жасайтын, сондай жасайтын едік. Той бастар. Сондай сөйтіп бітірдік. Енді жаңа нәрсе бастайын деп жатыр. Шынымды айтсам, білмеймін да, не бастайды, қалай бастайды, кіммен бастайды, қалай, не, чо, почем, жұмысым жоқ. Бұрын деген ойбай, араласып, қырласып, неге ондай алдына түсіп алып жүгіріп, ойбай, енді ана жерде мужик болып прям жүретін едім ғой. Қазір жұмысым жоқ. Мен бағана білдім, оны кеше айтты. Цехты көруге біреулер келатыр екен, ертең келеді ау деді. Сосын мақұл дедім да, қойдым. Сөйтіп бағана келді. Сөйтіп бірінші рет көріп алып кетіп баратыр да, бір қарасам, неге, қалай, қаншаға кетті, не істедің, не қойдың, ештеңе сұраған жоқ. Басымды да ауыртқым келмейді. Не мое дело. Маған главное, ананы хочу, мынаны хочу, это хочу, то хочу деген нәрсемді әкеліп тұрса болды. Басымды ауыртып, зачем? Қалай бастайды, не қояды? Сұраса айтам, сұрамаса айтпаймын ештеңе. И то сұраса ақша қайдасың ғой қазір. Проработка істейікші дейді да маған күйеуім. Каспиімді білесің ғой дейсің ғой. Ақшасын жібереді, сосын проработка істейсің. Бұрын деген давай үйтейік, давай бүйтейік, ойбай қырайық, ойбай үйтейік бүйтейік деп, ой. Әйел адам күйеуіне көмектеспеу керек па дейді. Кем көмектеспеу керек, вот именно. Вообще көмектеспеу керек. Әйел адамның күйеуіне көмектесу сұрай беру ғой. Бірақ дұрыс сұрай алу да. Еркекті аямау керек екен дейді. Именно осы темада мен курс жасағым келіп жатыр ғой. Соны қандай тақырып қоярымды білмей жатырмын соғанша. Именно күйеуді аямау, өзіңді жаңағыдай құндылығыңды түсіну арқылы да ақша бермеу керек, я. Айнұр ханым оплата кетті дейді. Көрдім, Айнұр ханым.
Қазір эфирден шыққаннан кейін Айсұлуға жазамын. Ұйықтап қалмаса қазір доступ ашып береді, немесе ертең ашып береді. Ақерке, жаным сол, күшті жаным, өзің қалайсың? Күйеуге көмектесу арқылы, Ақерке, кстати, четверг күні бизнес-завтрак болады. Міндетті түрде келші, сенің темаларың, біраз темаларыңды как раз қозғаймыз. Күйеуге көмектесу, бір тиын беріп көмектестің ба, ол сен не только өзіңнің потогыңды жабасың, еще оның потенциалын жабасың. Күйеуге, папаға, ата-анаға, әпкеңе, я не знаю, иногда даже болмаса, вообще сенен үлкен ағаңа, ініңе, еркек атаулы, нандай бар атаулының барлығына ақша беруге болмайды, ақыл айтуға болмайды. Үйтпейсің ба, сөйтпейсің ба, ачо сен сөйтпейсің, бүйтсе сөйтсе деуге болмайды. Ақыл айтқың келіп бара жатса, тек ақшалай ғана айтуға болады. Ол саған ақша төлейді, сен оған, мысалға мен күйеуім маған проработка істейік десе, немесе бір ақыл сұрайтын болса, разбор сұрайтын болса, ағаларым сұрайтын болса, әпкем сұрайтын болса, туысқандарым сұрайтын болса, қайнапкем, қайнағам деген сияқтылардың бәрі сұрайтын болса, ақша. Себебі олар менен үлкен, мен оларға ақыл айтуға хақым жоқ. Яғни олар менен аға позициясында, мен туысқан позициясына тұрғанда, мен оларға ақыл айтуға хақым жоқ. Ал ақша төлеген кезде олар клиент позициясына түседі. Сол кезде уже біріншіден энергия обмен, конечно же, потом клиент позициясына түседі. Сол кезде мен уже барып ақылымды айта аламын. Еркек адамнан еркектен тек алу керек деп қойсын. Еркектен тек алу керек деп айтқасаңшы дейді. Ондай күйеуіңді аяма деп қоям ба деп ойладым да, сөйтсем. Сөйтіп ойлап қоям. Инстаграмда атарға оғы жоқ болып отырғандар бар ғой. Жеп қояр дедім ғой. Өзіңді бағала дейді. Сондай бір қою керек болып тұр, бір құндылық, бағалау, бір екі ауыз сөзбен бір жеткізу керек болып тұр ғой, бір. Еркек адамнан еркеле бару алу керек дейді. Ой, соның қыр-сырларын айтайын деп тұрмын ғой курста деп прогрев бастап кеткен ба. Жекеге жазам, қайда қаншада сұраймын дейді. Еркек адам бергенде, әйел адам алғанда бақытты дейді. Женщина же, она принимающая. Әйел адам, она принимающая. Она же принимает, а мужчина беруші. Понимаете? И в постели, это природа сондай, да? Элементарно в постели женщина, она принимает же. А когда мы даем, когда біз ақыл айтамыз, біз еркекті сүйреген кезде, пысықсынған кезде, мен әкемді Меккеге жіберем, әкеме машина алып берем деген кезде, жандарым ашиян, вы идете против природы. И солындай ниет болған кезде, когда Аллах Тағаланың жаратқан механизмін бұзған кезде, бұзуға тырысқан кезде, он в первую очередь қарыз береді. Егер қарыздан түсінбесеңіз, отношения құрайды. Отношениядан түсінбесеңіз, денің саулықтан кетеді. Понимаете? Яғни сізге ол өміріңіздегі болып жатқан дәл қазіргі қандай бір қиындық болсын, қарыз болсын, не болсын, сізге не үшін ол нәрсе беріліп тұр, соны осознавать. Яғни сіз бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқсыз өміріңізде. Бір механизмді бұзып тұрсыз, яғни деген сөз. Понимаете? Күйеуіңді аясаң аяма деп. Аясаң аяма деген өте ұнап тұр маған. Аясаң аяма. Өзіңді де аясаң аяма, я? Күйеуіңді де аясаң аяма. Вообще айналадағы адамдарды аясаң аяма. В общем, эгоист бол. Бірақ эгоист, здоровый эгоист бол керек.
нәпсінің ар жағындағы эгоист емес, Алланың жаратылысын сақтап жүрген эгоист болу керек. Келесі сабақта да алу керек сияқты. Ақшаларыңызды дайындай беріңіздер. Күннен күнге қызықтырып жатырсыз дейді. Осы теманы әдемілеп соның подачасын жасағым келіп жатыр ғой. Я же честна с вами, как есть же. Ақшаларыңызды дайындай беріңіздер. Мен сондай болдым қазір деп. Осы қыз ғой, күйеуі мә саған деп 400 000 теңге на свои деньги деп бере салды. Осы мін сұраңыздар, кім отыр? Мен Money Mind курсымды алуға ойланып отырғандар Бекмұрат Г деген дайректіне жазып сұраңыздар. Мен бұл қыз танымаймын да, курс алды, курс алғаннан кейін барып таныстым, жаңағыдай дайректпен сөйлесіп жүрдік. 2000 теңге ақша бермейтін күйеуі 400 000 теңге мә просто так деп бере салған. Одан кейін ноутбугын жөндеп бермейтін, не то что там новый алып беру, жөндеуге ерінетін, жөндеп бермейтін күйеуі новый MacBook алып берген, новый iPhone алып берді. Осы бір 2 айдың көлемінде болып отқан нәрселер осының барлығы. Прямойға жиі шығып тұрсаңызшы дейді. Жиі шығам. Кездесу керек еді дейді. Кездесейік, давай кел Шымкентке. Пока басқа қалаға не жоқ. Кстати, форумға барам деген едім ғой Қырғызстанда. Ол форум пока отмена болды. Пока что отмена болып тұр. Қанша бағасы дейді. Білмеймін бағасын әлі. Money Mind'тың ба? Money Mind'тың бағасы 250 000 теңге. Скидкасымен 250 000 теңге. Берса Шымкентке барам, кездеспесем дейді. Давай. Бағасы, курстың бағасы 250 000 теңге. Скоро новый курс будет. Скоро бұл курсты жаңағы Money Mind'ты, скорее всего, закрою. Пока не знаю. Закрою деп ойлап жүрмін. Но не знаю. Посмотрим. Негізі қызық тема, жаңағы. Вот, Гүлнұр, айтшы, қалай қоям, қалай подача берем, аясаң, аяма деген что-то ұнап тұр маған. Аясаң, аяма. Аясаң, аяма деген курс болса қалай тема ма? Бірақ ол жерде аясаң, аяма деген анандай болып тұр да, тема тақырып болып тұр да, бірақ бір сөзбен өзің про женственность, про самооценку екендігі, аясаң, аяма екендігін білдіретіндей нәрсе болып тұр да еще. Өзінше деп ойлайтын сөзді дейді. Өзінчемін ғой мен атақтың өзінчемін ғой деймін. Курс тема күнде көремін дейді. До конца бітпедім, бірақ до конца көресің ғой, бітесің ғой. Өзінше деп ойлайтын дейді. Өзінчемін ғой мен деп па. Өзінше болатын жерде өзінше болып кетемін мен деп па. Сен оны аямаса, кейін сені аямайды дейді. Шынымен аясаң, аяма деген не түсірсем. Курстың атын сөйтіп қойсам. Әйелдер үшін күйеуіңді аяма, ал еркектер үшін өзіңді аяма деген. Жүресің сосын жертва болып дейді. Аяма, аяла дейді. Тема ғой, аяма, аяла. Өзіңді аяла, өзіңді аяла. Аяма, аяла. Тема, күшті екен тоже. Өз выгодаңды ойла дегенше дейді. Ол жерде анандай подача керек қой. Өз выгодаңды ойла десем. Қарапайым сөз болып қалады да кішкене енді. В принципе, аяма, аяла. Женственностьтің бір несі болып тұр, аясаң, аяма десең, бала тәрбиесіне кет қалайын деп тұр да. Кішкене балаңды аясаң, аяма деген бір жаңағыдай не ғой, бір сөздің ішінде уже женственность бар екенін. Аяма, аяла.
тема ғой, иә. Что-то маған ұнап тұрды сол аяла деген. Я дейді, вау. Айнұр ресми. Айнұр, қызау, қайдасың? Барсың ба? Мына әлемде? Осы әлемдесің ба? Марсқа ұшып кеткен жоқсың ба? Ақыл айтпайтын психологты қопты. Жаным. Курс тұра берсінші дейді. Көреміз. Өзіңді аясаң, аяла дейді. Аясаң, аяла. Аясаң, аяла. Осындай бір сөз керек болып тұр ғой. Примерно осындай болайын деп тұр. Әлі нәтижесі бітпеді дейді. Жаным, оның нәтижесі бітпейді. Курсты, Money Mind'ты бір өттің ба, нәтижесі бітпейді оның. Бір полный жақсылап өтіп алдың ба, өмірің соңына дейін нәтижесі бітпейді оның. Потому что ол всегда нәтиже бере береді. Дивиденд қой, ол дивиденд. Анандай болады, бір акцияны алсаң, мықты акцияны алсаң, постоянно дивиденд беріп отырады, сол сияқты нәрсе ғой ол. Нәтиже бере береді, нәтиже бере береді. Кайфқа кіріп алдым ғой деп кірдім да. Достып, қанша уақыт болады курсқа дейді. Қанша уақыт болады? 6 ай болады, достып. Умиточка, қалайсыз? Кстати, прямой эфирге шығам дегендер бар ма? Разбор или там, не знаю, просто прямой эфирге әңгіме айтуға шығам дегендер болса, давайте запрос жіберіңіздер. 2, 3, 4 болып отыра берейік та. Чотам деп әңгіме айтып. Өз-өзіңмен алысып жүрмін дейді. Молодец. Сенде рост болып жатыр ғой. Привет. Рост. Күшті рост болып жатыр сенде қазір. Главное, тоқтап қалмау керек. Сториста айттым ғой. Жаңа Маржан ханым бірден бәрін ала салғысы келді. Ойбай, ментор болам деп. Бүйтіп жазып қойыпты бір күні. Жаңағы маған консультацияға бір 3 рет па, 4 рет па келді. Еще мен марафонға қатысты, еще бизнес авторлықтарға постоянно келіп отыратын ғой жаңағы Маржан ханым. Сөйтіп маған направление беріп отырдым да, всегда как наставник сияқты болдым да. Всегда направление беріп отырдым. Надан кейін мынаны істеңіз деп жаңағыдай безопасный, әдемі жолмен алып келе жатыр едім да. Сөйтіп бір күні жайдан, бірақ күшті результатқа шығып келе жатқан ғой. Бір күні Инстаграмнан қарасам, миллион табуды үйретем деп жазып қойыпты. Өзі миллион тауып көрмеген де өзі, бірақ миллион табуды үйретем деп жазып қойыпты. Не болды десем, бір айдай осындай мен ментор оқыдым, мен ментор болам дейді. Мақұл дедім. Нормально ма? Не ма? 150 мың теңге мен ментор болам. Не үйретесіз сонда десем, миллион табуды үйретем. Өзіңіз тауып көргенсіз бе миллион? Жоқ, енді. Ол кезде өзі 100 мың енді зорға тауып жүрген кезім айтты, сондай еді. Енді 100, вообще табыс таппайтын. 100 мың, сондайға 150 мыңға енді шығып атқан кезі тұғын ғой. Мен айтам да, қызық адамдар деймін да болса. Сөйтіп, болмады онысы, естественно болмайды. Сен бір пиццаны алып алып та, аузыңа тыға салсаң не болады?
қаласың да қаласың, сыймайды да қаласың. Ол пиццаны полный бітіріп жеу үшін кусоктап кішкентай кусокпен жейсің ғой. Полный пиццаны алып мен аузыма тыға саламын деген сияқты әңгіме айтты да маған. Мақұл дедім, көр дедім. Бір жылдан жаңағы жазып жатыр ғой. Ал мен тағы подарок алдым дейді. Ух ты, қандай подарок алдым? Бір күн машина алып береді саған байың. Отвечаю. Сол кезде өзінше болмаңдар жаңағындай бір. Я сама заработаю деп. Зарабатывайте сами. Мен ешкімге айтпаймын, күйеуіңнен алып отыр, өзің ақша таппа деп. Зарабатывайте. Обязательно женщина должна сейчас зарабатывать. Но это не значит, я сама зарабатываю, значит, мен ақшам там семьяға кету керек, мен күйеуіме көмектесуім керек, или там мен ақшам бар, значит, мен өзім алуым керек деген нәрсе емес. Ты зарабатывай деньги, это для себя. И мужа деньги, это тоже для тебя. Женщины, деньги женщины, это лично женщины. Себебі әйел адамның ақшасы тек өзіне ғана берекелді, да? Ал еркектің ақшасы барлығына берекелді. По приколу жасап қойған жоқ қой ондайды. Маған разбор жасайсыз па дейді. Эфирде ма? Эфирде десеңіз, давайте. Мои деньги это мои деньги, мужа деньги это общие деп қойыңыз, да? Еще мен андаймын ғой қазір, бұрын деген ойбай 500 теңге берші десем жоқ деп сөйтетін адам. 500 теңге берсем қарызға деп, и то памперс алған 500 теңге берші десем қарызға деп алатындығым болады. Да вообще сөйтіп қан 500 теңгем деп сұрап тұратын ғой байым. Мен жертвам ол кезде. Вот, менің күйеуім осындай, вообще еш нәрсемен не қылмайды, маған жан ашымайды, мені түсінбейді, аняу-мыняу деп, ойбай. Қазір өзің, когда ты понимаешь, что это ценно, когда ты өзің ішкі опораңды қойған кезде, вот это вот кайф. Стоп дейсің ғой. Сен оған еш нәрсе объяснять етпейсің, сен онымен ұрыспайсың, қырылыспайсың, түсіндірмейсің. Еш нәрсе түсіндірмейсің, еш нәрсе айтпайсың. Просто себя прорабатываешь. А как прорабатывать? Money Mind курста бар. Просто себя прорабатываешь. Эй, не подарок алдың, айтсайшы. Мияқта не қылып, Гүлнұр Бекмұрат Г. Мына жақта мен ішімде любопытством оянып жатыр ғой. Еш нәрсе айтпайсың, түсіндірмейсің. Просто қалайсың болды. Сені зеркалить етеді. Сен ішінде не бар, соны зеркалить етеді. Қайда қашып құтылсаңыздар да осы. Құтылам десеңіздер де осы. Қазір вообще жұмысым жоқ қой. Басымда ауырт. Бүкіл базовый пижама, базовый киімдер, домашний тапочка деген бәрім ақшам болса да соғып тұрады. Ничего не знаю дейсің ғой. Саламатсыз ба? Сізбен бірінші рет па эфирде біз? Бірінші рет. Мен сізге қосылғаныма 2 күн болды ма сондай ау деймін. Аха, супер. Перизат, қай қаладан боласыз? Шу. Вау. Мә, күшті. Мен ойлаған алдында Шу деген жаман депші. Алдын мен 2015-те Астанаға бара жатқан кезде Шуда пересадкамен бардық та, Шуда 4 сағат па 5 сағат па пойыз күтетін болдық. Күшті ғой, адамдары деген ой, прям маған ұнаған тұғын. Күшті. Мен сіздің Шымкентте екеніңізді білмедім. Мен бүгін ғана бүгін емес, Шымкенттен қайтып Таразға тоқтадық, Тараздан бүгін келіп отырық та. Соны қазір біліп отырмын ғой, Шымкентте болғанда сізді білгенде. Анда қалды ма, бірдеңе қалды өзім. Такие приятные девочки, күшті.
Мен де ғана қатып қалған жоқ шығар, иә? Қызық. Бұзылып кетті дейді. Бүгінгі эфир күнделікті эфирім от қой. Мен просто эфирге кірмейтінім бар. Аха. Жасыңыз нешеде? 40-қа келем. Күшті. Ала бер. Я думала, мен жасты деп ойлап тұрмын ғой. Еще кішкентай деп қоямын ғой. Да, скажите, да? Айтыңыздаршы. Супер, күшті. Запрос қандай? Мен запросым, мен 5 баланың анасымын. Тұрмысқа шыққалы вообще не зарабатываю. Хотя стараюсь зарабатывать. Осы күнге дейін чего только не делала. Сіз айтқандай жаңағы сөзіңізден естіп қалдым, 500 теңге сұрайтынмын, немін деп. Мен егіздерді босанғаннан кейін стресске түстім. Біріншілер негіз болды. Содан кейін кішкене өскеннен кейін ақша сұрағым келмей жаңағы. Жасамал қосылды. Мен Ахметбек Нұрсиланың сол кезде ең бірінші бизнес бастау деген не жүргізіп жатты. 2012-11 сол жылдар ше. Мотивацияға тойып па? Независимый болайын деп күйеуімнен бастаймын ғой. Ол кезде Мойқұмда тұрдық. Мойқұм деген шудан әрі алыс. 2 сағаттық жер. 1,5-2 сағаттық жер. Сонымен ауылда тұрып бизнес бастайын деп ойладым. Сонымен женский сумкадан бастадым. Сосын жаңағы чаттарға сатып, кішігірім Бішкектен киімдер әкеп сауда бастадым негізінде ше. Содан кейін бір күн тоқтап қалды. Сосын тоқтап қалды, мен ойладым. Вообще мен бала кезімнен сондай сату дегенді намыс көретінмін, неге екенін білмеймін. Мен мамам өзі базарда сататын да, соған намыстанатынмын мен. Неге екенін сосын менде есейгеннен кейін түсінесің ғой, сауда саттық ол жақсы нәрсе, исламда құптайды оны деп. Сонымен өз-өзімнің жаңа блок деймін ба, не деймін, жеңу үшін жаңа женский сумкалар, кәдімгідей китайский сумкаға салып алдым да, тачкаға салып алдым да, по организацияны жүрдім ғой. Хотя мне жаман қиналдым сол кезде ше. Но өйтіп жаңа сумкалар жасаттым. Одан кейін не саттым мен? Одан кейін психологически все равно үйдегілермен отношение жаман болды. Психологически өзімді жан-жақты развивать етіп жатырмын. Түрлі курстар алып жатырмын, қоймай аффирмация мына деген бәрін. Но суть в том, что все равно маған қазір өзім ақша келмейді. Хотя мен первая цель финансово независимо болайын күйеуімнен деген ше. Но қазір ма? Не идет мне. Мен айтушы едім, негізі финансово независим болу үшін күйеуден принимать етіп үйрену керек бірінші. Принимать еткен нормально, принимать етем мен. Когда ты от мужа пока не принимаешь, когда ты от мужа хочешь там финансово независим деген сол ғой, ол маған міндет қылады деген нәрсе ғой. Мен андай қазақтарда айтатын сас көкіректік деген нәрсе бар ма менде деп ше. Потому что мынандай нәрсе ғой, вы хотите этого или нет, негізі у всех женщин вот эта вот болезнь, я сама деген нәрсе, да, откуда появляется, даже вот, то есть ол болезньнен құтылмай, от мужа ол маған міндет қылмасын деген нәрседен құтылмай, мы хотим этого или нет, бізде бизнес по-любому жүрмейді. Потому что ты от родного человека Аллахтың саған, осы арқылы сен несібең, ризық несібеңді осы адам арқылы мен саған жіберем деп тұрған нәрсені принимать етпей, да? Вот от этого человека мы не можем принять, от клиентов никак не можем принять. Когда сен күйеуіңді аяйсың, там, хочешь помочь, сен клиенттеріңді ақшасын аяйсың, да? Это все
взаимосвязанный нәрсе. Сіз жаңа айттыңыз ғой, эфирдің басында біреуге айтып жаттыңыз, сіз қанша ақша тапқанмен сіздің состояниеңізге ол не повлияет деген сияқты нәрсе. Мен кейде ойланамын да, вот кейде елестетемін да, вот, скажем, что там несколько миллион доходың бар, каково будет твое состояние дегенде, вот все равно мне что-то не хватает болып тұратын сияқты. Вот жаңа сіз айттыңыз, ішкі стержень, ішкі құндылық дедіңіз ғой, вот менің ойымша сол ең бірінші сол менде проблема сияқты ше. Вот. Именно вот сол нәрсе ғой, себебі сіз ішіңіздегі пустотаны сіз ақшамен толтырасыз, ол пустота үлкейе береді. Ол пустота өзіңді толық түсінбегеннен, өзіңді толық танымағаннан бастан да? Өзіңнің целостный екенің, өзіңнің андай Алла тағала берген мықты потенциалыңның бар екенін, өзіңнің Алла тағаланың берген өте көп анандай плюстарыңның бар екенін, өзіңнің танымағандығыңның әсерінен да ол. Себебі именно өзіңді танымағаннан кейін, өзіңнің қаншалықты құнды екеніңді, өзіңнің возможностьтарыңды түсінбегеннен кейін, зависимость пайда болады. Мен күйеуіммен мақтаса, мен күйеуім алдында жақсы әйел болсам ғана, мен какой-то бір жақсы адаммын. Мен күйеуім мақтаса ғана жақсы адам. Мен ата-енем мақтаса ғана, мен ата-енеме жақсам ғана, мен жақсы адам, атақ мен жаман адаммын деген сияқты. Өзіңізді бағалау, өзіңіз арқылы емес, Алла сізді бағалау жағынан емес, айналадағы адамдардың бағалауына келеді да. Яғни, айналадағы адамдар мені бағаласа ғана мен құндымын, бағаламаса мен құнсызбын деп ше. Ал құндылық пікіріне тәуелділік бар сонда. Ал оны қалай жаңағыдай толтырамыз? Неге қызығасыз сіз? Нені қалайсыз өзіңіз? Вот соңғы жылдары маған по душе тақырыптар медитация, жаңа энергия бойынша тақырыптар, энергодыханиемен увлекаюсь. Это все ради денег же вы делаете это тоже. Почему? Не ради денег. То есть зачем человек просто так медитацию делает? Чтобы себя лучше ощущать это очень. А когда вы думаете, что лучше себя будете ощущать? Смысл мынандай ғой, адамдарға әкеңмен ара қатынасыңды жөндеу керек десең, қумаш дейді да. Ал әкеңмен ара қатынасың жөндесең, ақша потогың ашылады десең, істей бастайды да оны. Мен ондайға сенбейді екенмін. Смыслын айтып жатырмын да. Зачем человек делает? Мынандай нәрсе да, негізі сіз өзіңіз неге қызығасыз, нені қалайсыз? На самом деле человек никогда не хочет денег. Адам ешқашан ақшаны қаламайды негізі. Енді нені қалайсыз? Состояниені қалай ма? Нені қалайсыз сіз? Ішкі пустотаны толтыруды қазір мен сізге тауып беремін. Қалай толтыру керек? Что нужно начинать? С чего нужно начинать? Вот мне в данный момент мне состояние анандай, да? Здесь и сейчас емес, да? Где-то летаю. Неге қызығасыз сіз? Чем вы можете быть интересной? Кому-то или себе. Үйренгіңіз келеді ма? Биге барғыңыз келеді ма? Что вы откладываете? Биге барғым келеді, мен биге қатты қызығамын. Инстаграмда билеп жатқандарға осындай курс болса екен, таңғы там, не знаю, зум билеп жатқам. Сосын мен жақында не бітірдім. Мен кіші балам сөйлеумен кішкене проблема болды да. Бізден шудан жақсы мамандық табылмады. Логопедтен. Сонымен өзім 2 жыл бойы Не для того, чтобы зарабатывать, нет. Просто безвозмездно. Безвозмездно, что я могу сделать для окружающих? Для себя. Для себя.
Например, вот би. билет Би, тіл үйрену, өзіңіздің жаңағы құндылығыңызды арттыру да. Чем-то должно быть интересно, бір уақытыңызды дұрыс жаққа жұмсау жағынан да. Сөйлеуді, ортаға шығып сөйлегенді үйренгіңіз келеді ма? вот оратор Мысалға, представьте былай. Біз қазір барлығын ақшамен өлшеп қойғанбыз ғой. Күшті машинасы болса, мынау күшті адам деп ше. Или там машинасы болмаса, ой, күш деген сияқты да. Или там просто мынандай да бір ортаға бардыңыз деп елестетіңізші. Танымайтын Сіз танымайтын орта. Ешкімді танымайды ол жерде ше. Бірінші рет адамдар бір-бірімен танысып тұр. И материалдық жағдай ол жерде ешқандай қатысы жоқ, жаңағыдай құны жоқ да ол жерде. Чем вы можете там быть интересны? Сізді не үшін адамдар бағалау керек? Қандай сіздің қабілеттеріңіз үшін бағалау керек? Қандай қабілетті бойыңыздағы дамыту керек? Біреу мысалға күшті өлең айтады, біреу домбырамен өлең айтады, біреу күшті жаңағы биден, біреу бірнеше тілде сөйлейді мысалға деген сияқты да. Деп, не үшін қазір біз күшті машинамен келсе, деп қарайсың болды да. Ал сіздің машинаны, ақшаны любой время ол жоқ болып кетуі мүмкін да. Ал сіздің қабілетіңізді ешкім алып қоя алмайды. Сіз тіл үйренсеңіз, оны ешкім сізден тартып алып қоя алмайды, ұрсып, қорқытып, үркітіп алып қоя алмайды, мысалға, билеу навыгыңызды алып қоя алмайды, ән айту навыгыңызды, домбыра үйренсеңіз, ол навыкты ешкім сізден алып қоя алмайды, Сол сияқты жаңағыдай ешкім алып қоя алмайтын қандай қабілеттерді дамытқыңыз келеді бойыңызда? Дамытқым келеді ма? Вот би, домбыра, сол өнер жағынан шығар. Өйткені бала кезімде музыкальный школға домбыраға барып жүргенмін да. Содан менде биге барғым келді ғой. Мамаған биге де барып, параллельно барайыншы дегенде, или только домбыра, или ешқайда бармайсың деп маған запрет қойған. Содан кейін тастап кеткенмін мен домбыраны да биді. Но бала кезімде сол қалып қалған сошы, би үйрену, қатты қызғанамын, тойларда билеп шығады қыздар. Домбыра тартуды қазір кейінгі кездері ойладым, тоже тарту керек еді деп іздедім даже. Мен жасымдағыларға үйрететін адам бар ма екен деп. Учу бойынша таппадым. Наверное, сол қалаулар тұрған шығар ішімде. Қазір егер мысалға ақшаларың көп, жаңағы қалаған нәрсемен айналысып десе, мен айналысатын едім солармен. Вот, видите, мен всегда айтам, адам көп ақша тауып алайын, сосын барып анамен айналысам дейді да. Бәрін ақша. На самом деле ол нәрсені үйрену үшін сізге ақша керек емес қой. Ол бір көп ақшаны требовать етеді. Так, балам жылап қалды меніңше. Давайте ертең жалғастырайық эфирді. Қазір балам жылап қалды. Вот сол нәрседен бастаңыз, хорошо? Өзіңізді не қабілетіңізді мықты бастайтын қабілетіңіз. Вот би дедіңіз ба? Мен ұмытқанмын. Жақсы. Хорошо.